Сәлеметсіздер ме, құрметмен көрермендерім? Егер сіз 5 күн немесе 6 күн жұмыста жүретін болсаңыз, тамақ жасауға уақытыңызды үнемдегіңіз келсе, осындай полуфабрикаттарды дүкеннен сатып алатын болсаңыз, бұл видео сізге арналады. Яғни бір күндік демалысыңызда бір аптаға жетерлік тағамды дайындап, уақытыңызды, ақшаңызды үнемдей аласыздар. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Достар, видеоны қарамас бұрын мені қолдап, лайк басып, каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Онда мен барлығы 4 килограмм етті фаршқа айналдырып алдым. Және бөлек ыдысқа 1 килоның жобасында бөліп алып, оған майлап турап пияз, тұз, бұрыш және фаршқа арналған приправаны қосып араластырып жатырмын. Манты, пельмендерім цветной әдем болып шықсын деп, мен мұнда цвекло, укроп және сәбізді блендерден өткізіп езіп алдым бірінші. Сосын оған су араластырып, осылай қамыр илеп алдым. Бірінші бұл қамырлардан пельмен дайындадым. Видеода көріп тұрғаныңыздай фарштарды салып алдым да, қамырды бүктеп, мынандай міне стакан болсын, ыңғайлы ыдыспен осылай кесіп аламыз. Одан кейін кішкентай рюмкамен шеттерін қайырамыз, әдемі болып шығу үшін. Одан кейін осылай қосамыз. Енді бұларды мұздатқышыңызға сиятындай ыдысқа патмос болсын жайып бірінші қатырып аламыз. Қатқаннан кейін одноразовый пакетке салып қойсаңыз болады. Осылайша цвеклодан иленген қамырыма және де укроптан иленген жасыл қамырыма, пельменді де мантыны да бүгіп мұздатқышқа қатырып аламыз. Гүлбенеде қалай жасағанымды анықтап көрсетейін. Қамырды бірінші 10 см жобасына ұзынша алып кесіп аламыз. Оған қақ ортасына жіңішкелеп фарштарымызды салып шығамыз. Енді екі жағын сыртқа қайыра отырып, әр жерінен бір жабыстырамыз. Одан кейін осылай дөңгелетіп, неке гүлбенеде әдемі болып шығады. Құрамында ешқандай бояу да жоқ. Осылай түрлі түсті қылып пісірсек, балдарға да қатты ұнайтынына сенімдімін. Одан кейін екінші лаваштан дайындалған ас болады. Менде мұнда қалың лаваш. Оған фаршты жұқалап төсеп жатырмын, және үстіне сырды, бір сыр, әрқайсысына бір сыр төсейтін боламын, ортасынан бөліп, неке видеода көріп тұрғаныңыздай. Бұны мен пешке пісіріп алатын болам. Осы барлық тағамдарды пісіргенімді де видеоға түсіріп, бұйырса келесі видеомда шығаратын боламын. Бұларды пакетке салып, тоңазтқышқа қойсақ та ыңғайлы. Енді менде мұнда қалған фаршқа 3 пиязды блендерден өткізіп қостым. Оған қара бұрыш, тұз, фаршқа арналған приправа, паприка, барлық дәмдеуіштерімді қосып, жақсылап тұрып қолмен араластырып алдым. Маған енді осылай қолмен араластырған ыңғайлы, қолым таза, перчаткамен ыңғайсыз. Енді келесі дайындайтын тағамыма маған болгар бұрышы мен қызанақ және сыр керек болады. Болгар бұрышы мен қызанақты майда кубикке айналдырып турап алып жатырмын. Сырды үкіштен өткізіп дайындап қойдым. Сосын фаршты алдымен дөңгелетіп аламын. Одан кейін ортасын ойып ұяшық жасайтын боламын. Енді оның ортасына алдымен болгар бұрышын, одан кейін қызанақты салып, үстіне шымшымдап тұз себеледім де, оның үстіне сырды салып, мұздатқышқа қатыруға қойып қойдым. Бұлардан менде 8 данасы дайын болды. Бұны енді мен духовке бірінші пісіріп алып, сосын пюренің қасына ұсынатын боламын. Енді келесі дайындайтын тағам котлет. Бұл жерде маған сыр, ұн, панировочный сухари, жаңа фаршымыз және жұмыртқа қажет болады. Мен бүгін әветте дайындаған жұмыртқаны пайдаланып жатырмын. Бірінші сырды, екі түрлі сырды жарты-жартыдан алдым да, екеуін кішілеу қылып бүктеп, сыртына котлетті орап, оны жаймен пышақпен тегістеп алып жатырмын. 4-1 пішінде. Одан кейін бірінші ұнға былғадым, екінші жұмыртқаға, үшінші панировочный сухариға былғадым. Мінекей осылай котлеттеріміз дайын. Бұларды майға қуырып аламын, фастфуд есебінде болады, қасына фримен бірге ұсынамын. Енді осы тағамдардан ауысқан қалған фаршымның үстіне жартылай пісіріп, күріш қостым. Бұдан екі түрлі тағам дайындайтын боламын. Біріншісі голубцы. Болгар бұрыштарымды әдемі көріну үшін осылай тіс пішінде кесіп алып жатырмын. Алдымен болгар бұрышын кесіп алып, ішін тазалап, крышкасы өзінен ауысып кетпеу керек. Біріктіріп қойып жатырмын. Достар, осы жерде сұрағым келіп тұр. Келесі видеода қандай рецепті көргіңіз келеді, комментарияға жаза кетіңіздер. Одан кейін әлбетте суға жуып тазартқаннан кейін ішіне жаңа фарштарымды салып дайындап алдым. Менде болгар бұрыштарымның көлемі өте үлкен, сондықтан да әр адамға бір-бірден молынан жетеді. Менде мұнда 5 голубцы дайын болды. Бұны сорпа қылып пісіретін боламын. Енді соңғы қалған фаршыма тефтели дайындап жатырмын. Мұнда менде кішілеу 11 тефтели шықты.
Мінекей достар, дүкеннен сатып алмай-ақ бір күн демалысыңызда осылай бір апталық тағамыңызды менімен бірге дайындап, уақытыңызды да, ақшаңызды да үнемдеңіз. Күтпеген жерден үйіңізге қонақ келетін болса, не пісіремін деп алаңдамайсыз, тағамыңыз уже дайын тұрады. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз.